пәннің мұғалімі ешқай сапарды болады. Келесі слайд. Жалпы мен сіздермен бүгінгі бөліскелі отырған тақырыбым STEM білім берудің теориялық және әдіснамалық негіздері, соның ішінде функционалдық сауаттылықты дамытудағы тиімді тәжірибелер деп аталады. Келесі слайд. Жалпы әрбір адам өзінің іс тәжірибесін басқа біреуге немесе басқа ортаға бөлістерден бұрын мен осы тақырыпта қаншалықты зерттеп жүрмін деген өзіме сұрақ қояды. Ендеше мен осы STEM білім беруді қаншалықты өзімнің оқу үдерісінде қолданып жүрмін деген мақсаттағы зерттеу сұрағым STEM білім беру функциялық сауаттылықты дамытудың тиімді құралы бола ала ма? Ал зерттеу мақсатым алдына қарай. STEM білім берудің үдерісіндегі оқушылардың функциялық сауаттылығын қалыптастырудағы бір рөлін зерделеу болып табылады. Келесі, жалпы бағын берен айтып жатырмыз, STEM білім беру бізге жаңадан бір енген термин сөз емес, ол біздің шама-шарқымызша әркімнің күнделікті сабақ беру үдерісінде қолданып жүрген әдістің бірі деп айта аламын. Енді STEM білім беру теориясы жалпы теориялық педагогикадағы теориялық мәселесіне сүйенетін болсақ, бұл жердегі мен осындай 4 мәселені қарастырғым келеді. Конструктивизм, бұл жерде оқушы білімді өз тәжірибесі арқылы меңгереді. Екіншіден, проблемалық оқыту. Проблемалық оқытуда нақты бір мәселелерді шешуге бағытталады. Үшіншіден, жобалық оқыту, пәнаралық білімді білімге отырып өнім жасауға бағытталады. Төртіншіден, коннективизм, бұл цифрлық ортада білім алу ақпараттық дағдысын қалыптастыру болып табылады. Келесі, сонымен қатар әдіснамалық принциптерінен келетін болсақ, пәнаралық интеграция жасау, практикалық бағыт, зерттеушілік әрекет, оқушының белсенді іс-әрекетке қатысуы және әр нәрседе ары қарай нәтижеге жұмыс жасау болып табылады. Келесі, оқытудың әдістері, өздеріңіз бағана айтып жатсыздар, жобалау жұмыс, модельдеу, эксперимент жасау, цифрлық технологияларды қолдану, бұл әдістерге кіретін болса, қалыптастырушы бағалау, жобаны қорғау, практикалық нәтижелерді бағалау, бұл бағалау түрінде кіреді. Ары қарай, жалпы функционалдық сауаттылық әрбіріміз өз деңгейімізде әртүрлі деңгейде қолданып жүрміз. Соның алгоритмін мен өз басымнан сабағымда қолданатын алгоритм. Әрбір тапсырманы өмірмен байланыстыра беру, балаларға пәнаралық тапсырмаларды ұйымдастыру және зерттеу талдау жасауға үйрету, ең соңында қорытынды жасауға балаларды қалыптастыру. Келесі мәтінмен жұмыс жасау, әрбір оқушының бұл жерде баланың кез келген пәнде болсын, біз балаларға тапсырма берген кезде мәтін міндетті түрде керек. Мәтінмен жұмыс істеу дағдысын балаларға қалыптастыруда осындай 4 кезеңді қарастырған өте маңызды. Ақпаратты түсіну, бұнда ғылыми мәтіндерді оқи отырып, оқушылар соның ішінен негізгі ойды табу және терминдерді түсіну. Ары қарай ақпарат талдау. Мысалы, ақпарат талдау дегеніміз салыстырмалы мониторинг жасау. Мысалы, көбінесе физикада беріледі бізде информатика саласында. Мысалы, диаграммалар берілуі мүмкін, сол диаграммаларды балалар оқи алмай қиналып шығады. Сол кезде бұл ақпаратты талдауда біз көбінесе оны мектеп қабырғасынан бастауымыз керек. Ары қарай интеграциялау, алынған мәліметтерді түсіндіру, өз пікірін дәлелдей алу және қорытынды жасау. Қолдану әрине теориялық білімін жаңағы мәселелерді шешуде, жобаларды жасауда қолдану. Жалпылама мен жаңағы әдіснамасына және теориясына тоқтала отырып, өзімнің оқу барысында тиімді тәжірибелеріммен енді әркім өз дүниесін көрсетіп жатыр, бірақ енді осы жерге алып келмей-ақ мен өзім фотосурет арқылы бұл жаңағы біз кез келген жобаға, ғылыми жоба болсын, зерттеу жұмыстарына болсын, баланы, мысалы 25 баланың ішінен әрбір бала енді 25-те талантты болмаса да, соның ішінен осындай жобаға қатысатын, зерттеу жұмысымен айналысатын оқушыларды, мысалы біз бір олимпиадаға, жобаларға дайындайтын кезде оны бірден табу әрине қиын. Ол балаларды біз дайындап, осындай жобаларға дайын болу үшін біз күнделікті сабақтарымызды өте жоғары деңгейде беруіміз керек деп ойлаймын. Бұл
жобаны оқыту арқылы білімді интеграциялауға мен мысалы айтар едім, кез келген пән мұғалімі топтық жұмысты өте жоғары деңгейде ұйымдастыра отырып, күнделікті тақырыпты мұғалім өзі айтпай, балалардың топтық жұмыс істеу барысында балалардың тақырыпты өздігінен ашуына мүмкіндік беріп, оларға сол тақырыпқа свод талдата отырып, балалардың мүмкіндігін ашуына ұстаз не істеу керек, мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Енді сонымен қатар мына жерде мынау суретті үлкейтіп жіберсеңіз, ортасындағы. Мысалы, міне ортасындағы мынау сурет, ол жаңағы біздің мысалы математика, информатика апталығында болып жатқан өзіміздің апталықтағы балаларға берілген жоба. Мысалы, ол жерде айттық біз балаларға, менің мектебім жобасын сіздер макетін жасауды ұсындық. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай балалардың эстетикалық талғамдары әртүрлі жобаларын өзінше ұсынған, иә. Енді сонда қарасаңыздар, бұл жерде ол жоба, осы мектептің макетін құруда балада тек қана бір ғана біліммен шектелмейді. Онда, мысалы, мына мектептің жобасын жасауда балада қандай білім болу керек. Математикада, мысалы, ол бала қанша шығын кетті, осы материалдарды алуға, материалды, мысалы, баланың таңдауы, біреуі, мысалы, жай қағаздан болса, біреуі, мысалы, картоннан болса, біреуі гипсадардан таңдалып, сондағы баланың эстетикалық талғамы, ол жердегі еңбек пәнінен алған білімін қолдана алуы, информатика пәнінде алғаш осы мектеп макетін жасамас бұрын олардың 3D, 3D программалар арқылы мектепті алдын ала елестетіп сала алуы сызбасын. Ал енді мына жерге жобаны қорғауға келгенде әрбір баланың қазақ тілі әдебиетінен өзін жаңағы алған білімін еркін түрде өзінің жобасын қорғай алудағы сонда 4-5 пәнді біріктіре отырып осы жұмысты жасау. Ал біз шын мәнісінде күнделікті өмірде балалардың жасап жатқан жұмыстарын көбінесе біз бағалап жатпаймыз, бірақ та шын мәнісінде осының бәріне қарап тұрсаңыз, біздің күнделікті ісімізде STEM білім беру үдерісі жүріп жатыр деп айта аламын. Келесі мынау нені алдына қарай өтіңіз. Келесі мысалы мынаны сілтемені басып жіберіңіз, бұл ютубтағы оқушылардың жұмысы. Былтыр осы елордасы Астанада алғаш рет жасанды интеллекті елорда 2025 деген байқау өткен болатын. Сол байқауда балалар өздерінің оқушылардың қатысып, өздерінің экологиялық мәселені талдау соған жасаған жобалар. Кішкене назар аударып жіберіңіз. Таза ауа, мөлдір су, жайқалған орман, бәріміздің жауапкершілік. Бірақ біз не істеп жатырмыз? Бүгінгі таңда Қазақстанның көп аймақтары қоқысқа толып, топырақ булануда. Өзендеріміз былғанып, ауа түсіп шығуда. Айналамыздағы ағаштар тұратын жануарлар мекенін қысқарып жатыр. Бұл тек қана табиғаттың трагедиясы емес. Бұл біздің келешек ұрпақтың қауіп-қатері. Егер біз бүгін өзгертпесек, ертең бәрі кеш болады. Бірақ бәрі өз қолымызда. Экологиялық мәдениет әр адамнан басталады. Біз пластиктің әлеуметтік қоқысты сырттай аламыз. Табиғатты қорғауға атсалысамыз. Таза болашақ үшін бүгін қадам жасайық. Бүгінгі әрекет ертеңгі Қазақстанның келбеті. Табиғатты сүйейік. Қорға бұл не? Жақсы. Бұл енді балалардың жобасы. Келесі слайдқа өтіңіз. Бұл жерде де STEM енді білім беру үдерісі қолданылды деп ойлаймын. Екіншіден зерттеу тапсырмаларын ұйымдастыру арқылы, үшіншіден робототехника және моделдің, төртіншісі цифрлық ресурстарды қолданып. Бұл жерде мысалы зерттеу тапсырмалары дегенде ғылыми жобаға қатысқан оқушының жұмысы тұр, QR-дан өткізіп көрсеңіздер болады. Бұл жерде де баланың зерттеу жұмысы қазақ әңгімелеріне мультфильмдер жасау. Біздің қазіргі қоғамымызда өте қатыгездік орын алуда, ол бізден неден басталуы мүмкін? Кішкентай балаларымыздан мысалы шетелдік мультфильмдерді жаңағы атыс шабыс, бірін-бірі аяламау, сондай мультфильмдерді көп көргеннен болуы мүмкін деген оқушыда сондай сұрақ пайда болып, сол өзінің жаңағы сауалнамаларын ала отырып, 3-4 сыныптағы балалардан өзінің жұмысын осындай бір шағын әңгімені, құстың ұясы деген шағын әңгімеге өзінің мультфильмін ұсынған болатын. Келесі кезекте мені робототехника және моделдеуге өтсеңіз, сонда да сілтеме етіп, осы бүгінгі өтіп жатқан мектепте
енді қоя қойыңыз оны. Бұл біздің жасаған, мен өзім былтыр осы мектепте STEM мұғалімдер арасында Астана мектептерінде олимпиада өтті. Сол олимпиадаға ұсынған жоба. Бұл жерде жаңағы қазіргі кезде өкінішке орай біздің жылдан жылға оқушыларымыздың арасында мүмкіндігі шектеулі оқушылар кең көлемде әрбір сыныпта отыр деп айтсақ артық болмас. Өкінішке орай бұл қаншалықты экологиялық мәселе ма, әлде қандай мәселе, сол турасынан енді ол балаларымыз әрбір мектепте кәдімгі оқушылар сияқты білім алуға құқылы. Сол үшін сол балаларға арнап ақылды есік жобасын ұсынған болады. Мысалы бала арбада отырған бала келуі мүмкін, сол кезде есікті мысалы жаңа датчиктердің арқылы есік өзі ашылады, кірген соң жабылады деген сияқты. Келесі цифрлық ресурстарды қолдану дегенде бұл жерде 5-ші сынып ашып жіберіңіз. 5-ші сыныптың балалары